Үш себепті құлшылық ғибадаттардың сауабы еселенеді. Яғни кез келген құлшылығымыздың, зікіріміздің, ғибадатымыздың, ізгі амалымыздың сауаптарын еселейтін үш себеп бар. Біріншісі уақыт, мекен және адамның өзі. Сол құлшылық етуші адамына қарай сауаптар еселенеді. Бірінші уақыт, мысалға Рамазан айы. Рамазан айы кез келген ізгі амал. Пайғамбарымыздан сұрайды ғой, әй садақатин афдал я Расулалла, садақаның ең абзалы қайсысы деген кезде Рамазанда берілген садақа. Мысалға омраға қатысты айтылған кезде Рамазанда өтілген омра менімен қажылық жасағанмен бірдей деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Яғни омраны қажылық дәрежесіне көтергенне Рамазан уақыт. Садақаны еселіп тұрған нәрсене Рамазан. Сәлманнан жеткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Рамазанда орындалған әрбір нәпіл құлшылық парызға тең болады, парыздар 70 есе еселенеді. Оны еселеп тұрған нәрсе не? Рамазан, уақыт. Уақытына қарай Рамазан болуы мүмкін. Басқа күндерде жұма, қадір түні секілді уақыттар біздің құлшылығымыздың сауабын еселейді. Екінші мекен. Меккеде, харамда, Қағбаның жанында өтелген құлшылық, айтылған дұға зікірменен басқа жерде айтылған дұға зікір немесе құлшылықты салыстыра алмаймыз. Меккенің жөні бөлек, мекенге қарай өзгереді, көрдіңіз бе? Және адамның қаншалықты ықыласпен, қандай ниетпенен қалай орындалғанына қарай да құлшылықтардың сауабы өзгереді. Ниетіңізге қарай.